Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге бір мәлімет оқығым келіп отыр. Соны аудиозапись ретінде сақтап, осы YouTube каналыма жүктегім келіп отыр. Құдай қаласа, жаңа видео күтіңіздер. Ал кеттік, бастайық. Егер 30 күннің ішінде сұйықтан тек су ішсеңіз, бұл не болады? Су тіршілік нәрі екенін бәрімізге белгілі. Денеміздің басым бөлігі судан тұрады. Ағзамыздың әрбір жасушасы, терісі немесе мүшесі терезеңіздің алдындағы гүл сияқты суды қажет етеді. Осы жерде біз гүлмен салыстырамыз. Егер гүлге су тым көп емес, тым аз емес, жеткілікті болса, ол гүлдейді, жапырақтары көгеріп жайқалады. Біз де өзімізді гүлмен салыстырып сусындаймыз, бірақ көбіне суды басқа сұйықтармен алмастырып жатамыз. Мысалы, газды сумен, кофе, шай, сүтпен, кейбіреулері өзін жақсы көргені соншалықты сүйікті сырасынан да бас тартпайды. Егер бар жоғы 30 күннің ішінде ас үлесінен судан басқа барлық сусындарды алып тастасақ не болады? Біз күн барысындағы тағамдарымыздан бас тартпаймыз, қимыл қозғалысымызды көбейтіп немесе азайтпаймыз. Тек ағзамызға құйылатын сұйықтықтың барлығын суға алмастырамыз. Ең бірінші ойымызға келетіні қаражатымызды үнемдейміз. Иә, бұл шүбәсіз факт. Алайда ағзамызға одан да қызықты, одан да бағалы қандай пайда әкелеміз? Шығармашылық және ойлау қабілетіңіз артады. 30 күн өткен соң нейробиология журналының таратқан ақпараты бойынша миыңыз бұрынғыдан жылдам реакциясымен таң қалдырады екен. Миымыз жақсы жұмыс істеу үшін тонналаған кислород қажет болған сияқты, су да оның жұмысын арттыра алатындардың қатарынан табылады. Нәтижесінде зейініңіз артып, ойлау қабілетіңіз тезірек және шапшаңырақ болады. Күніне 8-10 стакан су ішу отырып, когнитивтік қабілетіңізді бақандай 30%-ға жақсартасыз. Құрдастарыңызға қарағанда жасырақ көрінетін боласыз. Ауыз суы теріңіздегі судың мөлшерін сақтай отырып, қартаюдың үрдісін баяулатады. Теріңізді ылғалдандырып, сау, жұмсақ, тегіс жарқыраған, жас әрі әжімсіз етеді. Бұлшық етімізге де тигізер әсері мол, су оның тонусын сақтайды. Осындай нәтижеге қол жеткізу үшін тек таза су ішуіңіз керек. Daily Mail журналында жарық көрген мақалада 42 жасар анаға не бары 30 күн тек су ішкен соң 10 жасқа жасырақ көрінгенін айтады. Ең қызығы, тек су ішу идеясы оған үнемі бас ауруы мен ас қорытуының нашарлауына әкеп соқты. Сол үшін ол күніне 3 литрдей су іше бастады. Бір ай өткен соң таң қалды. Үнемі дыңылдап тұратын бас ауруы мен ас қорытуының нашарлауы қолмен сылып тастағандай жоқ болды. Оған қоса бонус ретінде 10 жасқа жасарды. Жаман емес қой, ә? Өз сөзінде ол шын мәнісінде мен осыншалық айырмашылық болады дегенге сенбедім. Өзімді айнадан көргенде басқа елді көргендей боламын. Көзімнің айналасындағы қарауытулар жоғалды. Терімнің жасарғаны соншалық жас күнімдегідей бұл менің басымнан өткен керемет өзгеріс. Өзімді арықтау сезінемін және денсаулығым да жақсарғандай. Ең қызықтысы менің өзгерткенім тек су ғана дейді. Иммунитетіңіз күш көрсете бастайды. Словак халқының мақалы. Таза су бұл алғашқы медицина дейді. Бұл әлсіреп айтқандық емес, су ағзаның тиімді функцияларын жаңартатын катализатор сияқты жұмыс істейді. Судың дұрыс мөлшерде пайдалануы бауырыңыз бен бүйрегіңіздің жұмысын жақсартып,
қалыпты деңгейде ұстауға көмектеседі. Осы мүшелеріңіз қандағы улы заттарды, қалдықтар мен тұздарды кетіруге жауапты. Сонымен осы саладағы зерттеушілердің айтуынша сүйенсек pH теңгеріміңіз тұрақталып, бүйрекке тас жиналуының алдын алады. Осылайша біз ауруы, бас ауруы мен тағы басқа ауруларға шалдықпайтын боламыз. Жүрегіңіз мықтырақ болады. Су жүрегіңіздің сауығуына көмектеседі. Қан сұйыла түскендіктен қан қысымы төмендеп, жүрек талмасының қаупі сөйледі. Ұйықтар алдында 1 стакан су ішіп жатсаңыз, жүрек талмасы мен инсульттің алдын алуға көмектеседі. Американдық эпидемиология журналы 6 жылдық зерттеуінің нәтижесін жариялады. Күніне 5 стакан су ішкен адамдар жүрек талмасынан күніне тек 2 стакан су ішкендерге адамдарға қарағанда 41%-ға аз өлгендігін байқаған. Сүйектеріңіз қатая түседі. Су сіңірді қалпына келтіруге көмектеседі. Осының арқасында буындарыңыз баппен қимылдап, нәтижесінде буындарға түскен салмақтың әсерінен болған зақымдар азая түседі. Тері астындағы майларыңыздың біразымен де қош айтысасыз. 30 күн бойы тек су ішсеңіз, денеңіз өміріңізге маңызды мүшелеріңізден улы заттар мен қалдықтарды шығарады. Бұл денеңізді тазартып, оның ішіндегі айналасындағы майларын арылта бастайды. Алдымен салмағыңызды аздап арта бастайды. Себебі денеңіз осынша мөлшерде пайда болған судың мөлшерінде бірде үйренісе алмайды. Алайда біраз уақыт өткен соң ағзаңыз жаңа тәртіпке үйренеді. Су қарныңыздың ашық тұрғанында жоя алады. Калорияны аздап қолдана бастайсыз. Өйткені су қарныңыздың ашқанын басып, ағзаңызды жуа бастайды. Тағамтану және диетология академиясының өкілі Андреа Джанкола кеңес бергендей, тамақтанудың алдында ішілген 1 немесе 2 стақан су ас қорытуыңызға көмектесіп, өзіңізге қажетті мөлшерден тыс тамақ жемеуге мүмкіндік бермейді. Жай ғана оны үнемі жасап отырсаңыз болды. Зат алмасу үрдісі жақсарады. Зерттеулер көрсеткендей, үнемі су ішіп жүрген адам диетаңызға қарамай зат алмасу үрдісін жақсартады. Таңертең тұрған соң жарты литр су ішсеңіз, зат алмасу үрдісі 24%-ға артады. Зат алмасу үрдісі несімен маңызды? Дұрыс өмірімізді ұстап тұрған ағзаларды химиялық реакциялардың жүруіне тікелей байланысты.